Сіздермен мен әркетау бүгін бірге осы слаймды ашып көретін боламыз. Бұл слаймды мен өзім жасадым, және де бұл бұдан алдыңғы видеодағы екі слайм еді, және де мен көп адам араластыршы деп жазды. Сондықтан қазір сіздермен бірге араластырып көретін боламыз, және де мен осындай жолмен араластыратын боламын. Бұны ашпас бұрын мен Сабина деген қызға сәлем жолдағым келіп тұр. Сәлем, егер де маған келесі видеода сәлем жолдағанды қаласаң, комментарияға мен бірінші деп жазып, және лайк бас, сол кезде мен саған сәлем жолдайтын боламын. Достар, мынау не деп ойлап тұрған шығарсыздар. Бұл камераны қоятын жер, себебі менде қазірше оператор жоқ болып тұр, бір жаққа кетіп қалды. Сондықтан өзім түсіруге тура келеді. Кеттік. Мына осындай фрутелла слайм. Мен істегенім бәрі құртылған сияқты, себебі мен мынау жүрекше еді, ал қазір не болған? Достар, бәрі құртылған сияқты. Бірақ жүрек емес, осылай нәрсе өтті. Бірақ оған мән бермейміз, слаймға мән береміз. Қараңыздар, менің ойымша өте күшті слайм болған сияқты, фрутелла слаймымыз. Және де түрі де күшті болды. Қараңыздар. Өте күшті. Маған өте қатты ұнайды. Уже ағып кетейін деп жатыр, шынымды айтсам. Ендеше. Бәрін аламыз. Май гад. Ой, кешіріңіздер, достар. Кішкене камераға тиіп кетті. О май гад. Осындай болып жатыр примерно менде. Бірақ менің ойымша бәрі де розовый цвет шығатын сияқты. Себебі солай ойлаймын. Өйткені розовый слайм көп болды менде, жасыл слаймға қарағанда. Бірақ менің ойымша өте күшті болатын сияқты. Білмеймін, камера сіздерге осы цветті беріп тұр ма, бірақ өте күшті. Слайм түсі кішкене өзгерді. Розовый емес, бір басқаша түс болған сияқты. Ашық розовый десем, нежный розовый. Мыналар олар шариктер, достар. Слаймымыз өте дәу және күшті болып шықты. Достар, мен көбінесе осындай фрутелла слайм шығарғанды қаласаңыздар, лайк басыңыздар. Осындай неше түрлі слаймдарды араластыратын боламыз сіздермен бірге. Сіздерге бұның бәрі қызық болады деген ойдамын. Және де, достар, байқасаңыздар, менің слаймым жарқырап тұр. Және не үшін деп ойлайсыздар? Бұған мен бір нәрсе қостым, соның арқасында менде бұл жылтырап тұрады қашан көрсеңіз де. Достар, мен слаймға не қосатынын білгілеріңіз келсеңіздер, лайк басыңыздар. Сол кезде мен келесі видеода не қосатынымды айтатын боламын сіздерге. Сол кезде ол слайм сіздердің слаймдарыңызда жарқырап тұратын болады. Шынымды айтсам, бұл слайммен қайта-қайта ойнағым келе береді, себебі бұның дауысы да күшті, және де өте күшті тартылады, достар. Сіздермен бірге болғанмен әрекет олуын бәлен жақсы көремін. Келесі кездескенше.